Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын шоколадты маффиндар дайындайтын боламыз. Бұл маффиндер сіздерге ұнайтыны сөзсіз, алдағы уақытта бірнеше рет пісіретін боласыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Қант қосамыз. Венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдысқа шоколадымызды саламыз. Үстіне жұмсақ сары майымызды саламыз. Микроволновкада немесе су моншасында ерітіп аламыз. Жұмыртқа қосылған массамызға сүтімізді құямыз. Күнбағыс майын құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы массамызға ерітіп алған шоколадымыз бен сары майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Шым-шым тұз қосамыз. Какао қосамыз. 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Барлығын араластырамыз. Мінекей бізде осындай сұйық массасы дайын болды. Енді формочкаларымызға құйып шығатын боламыз. Мен осындай қағаз формочкаларда пісіретін боламын. Шамамен 1,5 ас қасықтан салып шығамыз. Менің каналымда үй жағдайында осындай қағаздан жасалған формаларды қалай дайындау керектігі жайлы видео бар. Сол видеоның сілтемесін описаниеда жазып қалдырамын. Маффиндарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен қарасаңыздар болады. Мінекей біздің маффиндарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Іштері барлығы толықтай пісіп, жұмсақ болып, әрі өте тез дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.